Бозотау районунда айрыкча жагдайлар жүз берген убакта аракетленүү кагыйдалары. Биринчи медициналык жардам көрсөтүү һәм ысуу багдарда фукараларга түсүнүк берүү максатында амелий окуу чыныгуулар шүлкемлештирилди. Нөбөттөгү кабарыбыз міне ус хакында. Тәсіп районлық жастар орай имаратында аймақта жүзеге келуі мүмкін болған айрықша жағдайлардың алдын алу һәм оларды сапластыруға арналған мәжіліс болып өтті. Мәжілісте басқару органдары, айрықша жағдайлар мемлекеттік структураларының аймақлық һәм функционал төменгі органдарының айрықша жағдайларды сапластыру бойынша харекетлер атамасындағы командирлік штабы оқу чыныгуун жогору дәрежеде өткөрүү бойынша сөз етілді. Сондай-ақ сөзге шыққалар айрықша жағдайлар жүз бергенде басқару органдары һәм түрлі тарау қызметлерінің біргеліктегі харекетлері, райондағы барлық техникалық құралдар һәм инсан ресурсларының қауіпсіздікті тәминлеуге даярлық дәрежесін асыру бағдарында әмелге асырылатын жұмыстар кең түрде додаланды. Бұндан соң командирлік штабы оқу чыныгуунда арнаулы команда тикарында район бұқаралық қорғану системасын жоғарғы даярлық режиміне өткөрүү бойынша жеке құрам һәм арнаулы автотранспорт құралдары катнашуунда сап көрүүгө өткөрүлдү. Соның менен биргеликте жер силкинүү акыбетлерин сапластыруу боюнча амелий чыныгуулар шүлкемлештирилди. Амелий чыныгуулар Бозотау району орайындагы эски мәдениет орайы имаратында давам этти. Сценарий боюнча жүзеге келген жер силкинүү акыбетлерин сапластыруу боюнча барлык тарау кызметкерлеринин даярдыгы амелиятта сынап көрүлдү. Жер силкинүү нәтижесинде зыян көрген имарат ичинде калып кеткен фукараларды куткаруу үчүн айрыкча жагдайлар бөлүмү канегелери тарапынан куткаруу аракетлери алып барылып, арнаулуу куралдардан дурус пайдалануу көрүнүктөрү көрсөтүлдү. Жабирленген фукаралар кооптуу аймактан алып чыгылгандан соң оларга кыска убакыт ичинде биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү. Окуу чыныгуу басында жиын сигнал берилди. Бул жиын сигналында район аймағындағы тиісті тарау қызметкерлер мекемелермен біргелікте сол жиын бойынша жиын сигнал берілді һәмде жиын сигнал болған уақытымызда сап көрүүгө өтілді. Бұнда шындығында өткенімізде мақсатымыз жер сілкінуі, кеселіктермен байланысты болған бақсы хадиселер, ауқаттан зақарлану, искәне зақарлану, сел тасқыны, жер сілкінуі бойынша да, өрт бойынша да біз шынығына алып бармақты азыр күнде. Күз қыс маусымында биталба күту мақсатында қайеледі аварийный группалар болған уақытта мәселен сақталу мақсатында районымызда сол мекемелерінде түзілген аспап үскенге көзден өткерілді. Электр һәм су тармақтарында жүзеге келуі мүмкін болған авариялардың алдын алу үшін тарау қызметкерлері тарапынан амелий жұмыстар да алып барылды. Командирлік штабы оқу чыныгуы райондағы медицина бірлеспесінде давам етті. Жер силкинүүнен жабирленген фукаралар кыска убакыт ичинде Бозотау району медицина бірлеспесине жеткерилди. Науқаслар өмір үшін қауіп дәрежесіне қарап категорияларға ажыратылып, ең ауыр жағдайдағыларға бірінші кезекте медициналық жәрдем көрсетілді. Медицина қызметкерлері тарапынан қыстаулық хирургиялық, травматологиялық һәм реанимациялық емлеулер әмелий тәрізде көрсетілді. Айрықша жағдай себеплі рухи түскөөлүккө түскөн фукаралар менен канеге психологлар сообет өткерді. Окуу чыныгуу давамында тек қана амелий куткаруу жұмыстары емес, ал басқаруу уюмдарынын кризис дәуіріндегі карар кабилеттүү тездиги де сындан өткерилди. Бул окуу чыныгуулары райондагы барлык тарау қызметкерлерінің ар кандай күтүлмөгөн жағдайда бір жағадан баш чыгарып харакет этүүнү тикар жаратады. Бозотау району айрыкча жагдайлар мамлекеттик тизимине кирүүчү кызметтердин биргеликтеги исештүү харакети көрүп өтүлмөктө. Фукаралык коргоо күнлөрүн өткөрүү, айрыкча жагдайларда калкты эвакуация этүү илажлары көрүп өтүлдү. Окуу чыныгуунун максаты сол калкыбызды айрыкча жагдайларда туура харакет этүүгө үйрөтүп баруу.